Сәлем достары, адамзат тарихта жер бетіндегі көптеген құпияларды аша алмағанымен жауаптары табылмаған сұрақтар әлі де баршылық. Ендеше көп созбай әлемдегі ең таңғаларлық 15 жерді назарларыңызға ұсынамыз. Чанзин таулары Қытай таңғаларлық Ақтас мұнараларында қаулап өскен жасыл ормандарымен көмкерілген және көбіне көп олар мұнарланып тұрады. Тауға фуникулермен көтерілуге болады деседі. Және жергілікті ауылда таңғажайып көріністі тамашалауға мүмкіндік бар. Бұл көріністері тіпті Аватар фильмінің түсірушілерін шабыттандырған екен. Spotted Lake Алакөл Британиялық Колумбияда орналасқан және импрессионистің қылқаламынан туған сурет сияқты көрінеді. Көл суын ішуге жарамайды және ода микроағзалардың кейбір түрлері ғана мекендейді. Температурада 43 градусқа жеткенде бетінде тура 365 күн, бір жыл ішіндегі күн санына сәйкес шалшық су пайда болады екен. Алыптардың төсемелі жолы шамамен 60 миллион жыл бұрын жанартаудың атқылауы жер бетіне еріген базальт шоғырын тастады. Ол қайтып осындай бастапқы пішініне ие болды. Жергілікті аңыз бойынша 37 мың геометриялық пішінді алыптар жасаған деседі. Тор құдығы қатаң дауыл кезде соқпа толқын зор күшпен үңірейген ойпатқа барып соғылады. Әрине, ерекше табиғат құбылысы, бірақ қолайсыз ауа райы бұл өмірге қауіпті. Памуккале Иераполис қаласына жақын маңдағы әктасты террасалар мен қираған үйінділер ЮНЕСКО әлемдегі мұра тізіміне кірген. Памуккаленің табиғи баспалдақтарында, табиғи бұлақтарында су жиналады. Олардың саны шамамен 17 және әрқайсындағы су температурасы 35-тен 100 градусқа арналған. Хиллер көлі бұл бірегей батыс Австралиясының аралының ең ірісінде 1802 жылы табылған. Жыл бойы ол ащы сулы дуанелия мен микроағзалардың кейбір түрлері келтіретін қаныққан алқызыл түсте болады екен. Бадаб-әс-Суд Иранның солтүстігіндегі травертиндік террасалары. Бұл мыңдаған жылдар бойы қалыптасып келе жатқан ерекше табиғи құбылыс. Травертин бұл кальций депозиті мен ағындың судан пайдаланатын әктастың бір түрі. Темір оксидінің жоғарғы концентрациясынан тұратын екі ыстық бұлақтан террасалар қызғылт түске боялған екен. Сокотра аралы Африкадан 6 миллионнан астам жыл бұрын бөлініп шыққан бұл аралы ғылыми фантастикалық фильмдерде түсіруге арналған алаң секілді көрінеді. Сокотрада өзіндік экожүйе қалыптасқан, сондықтан мұнда өсетін өсімдіктері мен ағаштар әлемнің ешбір жерінде өспейді. Олардың қатарына ежелгі діңі иірімді даценалар мен баданалар мен бөтелкелік ағаштар өседі екен. Шөлдала қолы Атакама шөлінің құмында осы нысананың пайда болуына чилиялық мүсінші Мария Ирасабель жауапты. Суретші азаматтың қайғысына арналған жұмыстарымен танымалы. Сондықтан қол әлемнің алыс аймағында үдей түсетін жалғыздық сезімін білдіреді екен. Бахол провинциясында аралдың ортасында 1700 ерекше төмпешектер шашылған. Олардың биіктігі әртүрлі болғанмен, бәрінің пішіні бірі, құдды адамның өзі жасағандай. Дегенмен бұл адамның қолынан шықпаған. ЮНЕСКО бойынша олар маржан депозитінен құралған және ағынды жаңбыр суынан пайда болған. Шоколад төбелері атауын олар жылдың құрғақ мезгілінде алған. Сол мезетте қалың орманмен жабылған бөктері қоңыр түске боялған екен.
құмыралар алқабы. Аңыздарға толы және алып құмыралары сияқты көрінетін бұл мегалиттері Сянхуан провинциясында жүздеп орналасқан. Бұл ерекше сауыттардың пайда болуының негізгі теориясы олардың ежелде жерлеу рәсімі кезінде қолданылған екен. Гоблиндер алқабы. Жоқ, бұл Марс беті емес, бұл Солт Лейк Ситиден оңтүстікке қарай 216 мильде орналасқан елсіз аймақ. Жұмсақ жерде арналасқаны. Бұл ұқсас пішін айналу үшін ұзақ жылдар бойы жел жаңбырымен ұшталған екен. Алайда жұрт бұларды гоблиндер деп атап кеткен екен. Әйнек жағажайы. Жарқыраған әйнек тастары теңіз толқынының жылдары бойы өңдеуінен пайда болды. Өткен ғасырдың ортасында суда көп қоқыс жиналып қалды. Оның ішінде шағылған әйнектер де бар екен. Қызық болғанда табиғатпен өңделген әйнектің сынықтары туристерді еліте бастады. Қазірде жарқылдаған тастарды естелікке алуға тыйым салды. Жат планеталыққа ұқсас Гейзер блок рок шөлінің шеткері аймағында жеке территорияда орналасқаны. Ол 1964 жылы энергетикалық компанияның геотермалды суларға ұңғыма бұрғылау кезінде пайда болды. Гейзер су құрамында минералдан тасқын болып атқылайды. Оның биіктігі жыл сайын бірнеше сантиметр артып келеді екен. Тасиро мысықтар аралы. Ежелде бұл аралда мысықтарға ерекше құрмет көрсетілген. Себебі олар жібек өндірісіне кедергі келтіретін егеуқұйрықтарды аулайтын болғаны. Аралға ит әкелуге тыйым салынған және қазір жабайы мысықтардың саны жергілікті тұрғындардан асып кетті. Достар, сіздерге бұл видео қызықты әрі пайдалы болса, лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Егерде сіздерге біздің видеоларымыз ұнап жатса, онда арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған бұл қызықты мәліметтер арнасы. Сау болыңыздар.